Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Тыңдаңыздар. Түсіру, тентек, қызу, жазық, жазықсыз, шайдай. Орыс тіліне нұсқаларды тыңдаңыздар. Ронять, озорной, нагревать, вина, невинный, яркий. Сөздердің тізімін қолданып, әдеттегідей шығармамды жазайын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын. Тыңдаңыздар. Бұзық балалар. Шайдай, керемет күні болса да, далада ыстықтық бүрік сезінді. Түстігі күні жерді қатты қыздырып қойды. Тентек балалар өзенге демалуға барды. Олар бақшадан өтіп, онда пісіп жатқан алмаларын көріп, шарбақтан секіріп, алмаларды ұрлап алды. Оларды сақшы көріп, мылтығын алып, түзбен оқтап, мылтығының шүріппені басып атты. Ойбай! Деп алмаларды жерге түсіріп, балалардың бірі айғайлады. Көтініме дәл тиді, шалбарым жыртылып кетті, ата-анама не айтайын? Уайымдама, шалбарыңды менің үйіме барып жөндейміз. Күзетші біздің беттерін көрмеді, ол қарт болғандықтан жақсы көре алмады. Егер бізге көрсетсе, біз жазықсыз дейміз. Жоқ, жоспарын істемейді. Маған қалай отыруға болады? Көтінім ауырып жатыр. Мен беріліп, жазығымды танап, жазығымды қабылдаймын. Жауапкершілігімді өзіме мойындаймын. Келесі жаттығуда синхрон аудармасын тырысайық. Тыңдаңыздар. Проказники. Хоть день и был ясным, на улице чувствовалась жара и духота. Полуденное солнце сильно раскалило землю. Озорные пацаны пошли к реке отдыхать. Они, проходя мимо сада, увидели там спелые яблоки, перепрыгнули через забор и украли их. Охранник, увидев их, взял ружье, зарядил его солью, нажал курок и выстрелил. «Ой-ой!» — воскликнул один из пацанов, роняя яблоки на землю. «Мне прямо в задницу попало! Мои штаны порвались! Что я скажу родителям?» «Не волнуйся, давай пойдем ко мне домой и починим твои штаны. Охранник не видел наших лиц. Он старый, поэтому плохо видит. Если он на нас покажет, скажем, что не виноваты». «Нет, твой план не работает. Как я смогу сидеть? Моя задница болит. Я сдаюсь, признаю свою вину и приму ее. Беру ответственность на себя.